бір стакан сүт. Ховард кедей отбасынан болып мектепке керек кітап-дәптерлерін алу үшін көшеде жүріп заттар сататын. Күндердің бірінде еш нәрсе сата алмапты. Оған қоса қарынды ашқан. Бір үйдің есігін қағып тамақ сұрауды шешіпті. Бірақ есікті ашқан жас әйелді көріп ұялып қалады. Ұяла бозара әйелден тамақ сұраудың орнына: «Кешіріңіз, бір стакан сүтіңіз бар ма?» дей салады. Жас әйел баланың аш болу ықтималын ойлап, оған үлкен стакан сүт әкеледі. Бала сүтті асықпай, әр жұтымын сіңіре ішіп болған соң: «Көп рахмет, сүт үшін қанша қарызбын?» деп сұрайды. «Еш қарызыңыз жоқ», деді күлімдеп жас әйел. «Анам көрсеткен жақсылық үшін, жасаған көмегім үшін ешқандай ақы өтемеуімізді үйреткен болатын». Ондай болса шынайы жүректен тағы да үлкен рахмет айтамын». Ховард Келли сол үйден шыққан кезде өзін тойғаны ғана емес, рухани байығанды да сезді. Көп жылдар өтті. Жас әйел сирек кездесетін бір аурумен науқастанады. Жергілікті дәрігерлер түк істей алмай, науқасты қаланың үлкен мерkezіне жібереді. Доктор Ховард Келли кеңес беру үшін шақырылған кезде, науқастың қай жақтан келгенін естіген кезде, науқасты өзі барып көргісі келеді. Бір кездері оған сүт беріп, мейірім танытқан әйелді дереу таныды да әйелдің жақсы болуына бар күшін салды. Қиын операциядан кейін әйелдің денсаулығы жақсара түсті. Операция ақысы үшін чек жазылып, доктор Келлидің мәмілесіне әкелінген кезде, доктор чектің үстіне бір нәрселерді жазды да чекті науқасқа тапсыруға рұқсат етті. Жас әйел чек болған хат-қалтаны қолға алған кезде, ол чекті өмірінде төлей алмайтынын сезіп, хат-қалтаны қорқа ашты. Хат-қалта ішіндегі чекке жапсырылған жазба хатқа көзі ілінеді. Аурухана мен операция шығындары толығымен бір стакан сүт ақысына төленді деген жазуды көреді.